Наурыз мерекесі туралы қызықты мәліметтер. 2016 жылы 14 қаңтарда елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Халқы Ассамблеясының отырысында 173 жарлыққа қол қойып, 1 наурызды елімізде алғыс айту күні ретінде жариялаған еді. Алғыс айту күні күрделі заманды иық тіресе бірге еңсеріп, қысқа мерзім ішінде тәуелсіз Қазақстанды құру жолында аянбай тер төккен еліміздің барлық азаматтарының бір-біріне құрмет білдіретін күні. Жалпы, 20 ғасырдың басында қазақ жеріне 5,5 миллионнан астам адам жер аударылған. Сол жылдары қазақ халқы қуғын-сүргінге ұшыраған орыс, кәріс, украин және поляк сынды ұлттарға көмек қолын ұсынған. Сол себепті де этно-мәдени орталықтардың өкілдері бүгінде алғыс айту күні қазақтарды бір-біріне жақындастырып, бірліктік және бір тұтастықты нығайта түседі деп санайды. Елге жер аударылғандарға көмектескені үшін қазақтардың өздері де қуғын-сүргінге ұшырауы да мүмкін еді. Бірақ қазақ халқы соған қарамастан қауіп-қатерге бас тіккен. Мысалы, Алжир лагерінің қарауылына білдіртпеу үшін жала жабылып, сотталғандардың әйелдеріне тас атқандай болып, құрт лақтырып, оларды аштықтан құтқарған. Қазақ кең болсаң кем болмайсың деген әрқашан. Сол мінездің арқасында өзінің ғана емес, өзгенің де көңілін тауып келеді. Кішіпейілділік, кішірімді болу, алғыс айта білу секілді қазақ қасиеттерді де бойымызға дарыған. Сондықтан көктемнің алғашқы күні алғыс айту мерекесінде ең алдымен айналамыздағы адамдармен жақын болуымыз керек. Кешірімді болған кішірейіп қалмайды дейді елбасы. Яғни кез келген қысылтаяң шақта ел ішіндегі бейбітшілік пен тұрақтылықты бекемдей біліп, ұлт пен ұлыстар арасында ынтымақтастықты нығайту керек.